Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дина. Бүгін сіздермен бірге кокос ұнтағы қосылған вафли дайындайтын боламыз. Вафлиіміз өте ерекше, жұп-жұмсақ, керемет болып шығады. Ол үшін бізге керекті заттарымыз: електен өткізілген ұн, разрыхитель, сүт, жұмыртқамыз, шекеріміз, ванильді шекеріміз, кокос ұнтағы, ерітілген сары май және қаймақ керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Үстіне шекер мен ванильді шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз және қаймағымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Және оның үстіне сүтімізді құямыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға разрыхительді қосып, жақсылап араластырамыз. Және қоспамызға аз мөлшерден ұнды қосып отырып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Ұнымызды екі бөлікке салып, венчиктің көмегімен жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Біркелкі қою масса шығады. Және оның үстіне кокос ұнтағымызды сеуіп, біркелкі қою масса болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Міне бізде осындай масса шығады. Осы кезде вафельницамызды қыздырып дайындаймыз. Қызып тұрған вафельницамыздың үстіне бір жарым қасықтан салып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Қызарып піскен вафлилерімізді қолмен алып, оның үстіне әркімнің өз қалауымен бал не болмаса қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Кокос ұнтағы өте керемет дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!